Балар, қазақ тілі пәні 51-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыз тақырып сөйлем мүшелері. Сөйлет өнері туралы не білемін? Мәтінді тыңда, тақырыбына қарап, мәтін мазмұнын болжа. Сәулет деген не? Бұрынғы заманда баспаналар бір-біріне өте ұқсас еді. Әдетте олар бұтақтардан, қамыстардан, кейінірек сазбалшықтардан тұрғызылды. Уақыт өте келе құрылыс салу ісі де өзгерді. Бай адамдар сәулетті сарайларда тұрғысы келді. Ондай сарайлар тұрғызу үшін шеберлік пен терең білім қажет болды. Тұрғын үйлерден басқа да құрылыстар, ғибадатхана, стадион, театр, кітапханалар салына бастады. Мұндай кешендер құрылысын ойлап тапқан адамды сәулетші деп, ал олар туындыларын сәулет өнері деп атайды. Сәулет өнері адамдардың әдемі және ыңғайлы өмір сүруіне арналған өнер. Бейнелеу өнер кітабынан мәтін мазмұнына тірек болатын сөздерді тап, мәтін бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Сәулетші деген кім? Мәтін сөздерін пайдаланып жауап жазып көр. Сәулет деген не? Мәтінге сәулет деген не деген тақырып қойсақ болады. Тақырып қойсақ болады, ал тірек сөздер баспана, құрылыс, сәулет, шеберлік, терең білім, сәулетші, өнер. Кешенді құрылыс ойлап тапқан адамды сәулетші деп, ал олардың туындыларын сәулет өнері деп атайды. Сөйлемдердің тыныс белгісін дұрыс қойып жаз. Адамдар баспана салды, баспаналар бір-біріне ұқсас болды, кейін тұрғын үйден басқа құрылыстар салына бастады. Балар, сөйлем туралы білетінімізді еске түсіріп көрейікші. Сөздер мағыналық жағынан бір-біріне байланыста болады. Сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріппен бастап жазылады. Сөйлем соңына нүкте, сұрақ белгісі немесе леп белгісі қойылады. Сөйлемдерде неше сөз бар анықта, алғашқы сөйлемдегі сөздерге сұрақ қой дейді бұлар. Адамдар баспана салды, нүкте, баспаналар бір-біріне ұқсас болды, нүкте, кейін тұрғын үйден басқа да құрылыс салына бастады, нүкте. Сөйлем құрамында нақты сұраққа жауап беріп тұрған толық мағыналы сөздерді сөйлем мүшелері дейміз. Айдын мектепке келді. Кім? Айдын. Қайда? Мектепке. Не істеді? Келді. Суреттегі ғимараттардың атауын атыстырып, сөйлемдер құраған сөйлемдеріңді жазып, әр сөйлемде неше сөйлем мүшесі бар екенін айт. Сөздің үстіне оған қойылатын сұрақты жаз. Балаларға бәйтерек мұнарасы ұнады. Кімдерге? Балаларға. Не? Бәйтерек мұнарасы. Не істеді? Қайтты. Ұнады. Сұлтан циркке барды. Кім? Сұлтан. Қайда? Циркке. Не істеді? Барды. Апам театрға барып, Дулат Исабековтың әпке атты қойылымын көрді. Кім? Апам. Қайда? Театрға. Барып, қайтып. Кімнің? Дулат Исабековтың. Не? Қойылымын. Не істеді? Қайтты. Көрді. Жақшадағы сөздерді сөйлемнің мазмұнына қарап өзгертіп, мәтінді көшіріп жаз дейді. Алматы хайуанаттар бағына келушілер тоғанда жүзіп жүрген ләйлекке қызға қарайды. Ләйлек көк құтанға ұқсайды. Бірақ ләйлектің қауырсыны ашық түсті болып келеді. Әрі бойы да биік. Ал балар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпа.